Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Құдабаев Әсел Нұрманқызы, Нығметулла Кекбаев атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Математика пәні 2 сынып. Бөлім тиімді тамақтану. Сабағымыздың тақырыбы көбейту. Оқу мақсаттары: көбейту және бөлу өзара кері амалдар екенін түсіну. Көбейту және бөлу амалдарының компоненттері арасындағы байланысты анықтау. Сабағымыздың мақсаты көбейту амалымен танысу, бірдей қосылғыштарды көбейтумен алмастыруға жаттығу жұмыстарын орындау, тиімді тамақтанудың пайдасын білу. Бүгінгі сабақта балалар сендер көбейту амалдарының компоненттерін, көбейткіштердің орнын ауыстырғанда мәні өзгермейтінін білесіңдер. Балалар, сабағымыз көңілді әрі сәтті өту үшін психологиялық дайындықтан бастайық. Күн жарығын алақанға саламын, жүрегіме басып ұстай қаламын. Ізгі әрі нәзік жарық мейірімді болып кетер сонда дереу жан-жағым. Ал балалар, экрандағы азық-түліктің суретіне назар аударайық. Қане балалар, айта қойыңдаршы, қандай азық түрлері адам организміне пайдалы? Дұрыс айтасыңдар балалар. Көкөністер, жеміс-жидектер, сүт тағамдары біздің организмімізге өте пайдалы. Онда көкөністерде, жеміс-жидектерде дәрумендер өте көп. Біздің организмімізге зиянды тағам түрлерін атайықшы. Дұрыс балалар. Түрлі тәттілер, қуырылған картоп, шұжық түрлері, газдалған сусын және тез дайындалатын тағам түрлері жатады. Тамаша балалар. Біз өзіміздің денсаулығымызға пайдалы тағамдар жеу арқылы жақсы өсіп, қатаямыз. Жемістер мен көкөністер өте пайдалы екен. Адамдар көп күш-қуат жұмсайды. Соны қалпына келтіру үшін дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтану денсаулық негізі балалар. Ас адамның арқауы дегендей, зиянды тағам жеуден аулақ болайық. Олай болса балалар, жаңа ұғымды түсініп аламыз. Қане балалар, экрандағы суретке назар аударамыз. Бірінші қатарда неше алма бар? Екінші қатарда неше алма бар? Үшінші қатарда неше алма бар? Және төртінші қатарда неше алма бар? Яғни, бірінші қатарда 5 алма болатын болса, екі қатардағы алманың санын табу үшін балалар 5 пен 5-ті қосамыз. Бұл дегеніміз 5 пен 5-тің қосындысын 5-ті 2 есе арттырамыз. 5-ті 2 есе арттырсақ 10-ға тең. Бұл 5-ті 2-ге көбейту деген сөз. Үшінші қатардағы алма санын табу үшін 5-ті 3 рет қосамыз. 5-ті 3 рет қосамыз дегеніміз 5-ті 3 есе арттырамыз. Яғни 5-ті 3-ге көбейтеміз. Нешеге тең? 15-ге тең. Төртінші қатардағы алма санын табу үшін балалар 5-ті 4 рет қосамыз. Яғни 5-ті 4 есе арттырамыз. 5-ті 4-ке көбейтеміз. 20-ға тең. Көрдіңдер ме балалар? Көбейту амалы қалай пайда болды? Бірдей қосылғыштардың саны неше рет қайталанса, сол санға көбейтеміз. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ге тең. Бұл жерде балалар 5 көбейткіш,
3 көбейткіш 15 көбейтіндінің мәні. Көбейту амалы балалар сіздердің экранның алдында тұр. Балалар, сіздерге осы жерде айта кетейін. Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Ал балалар, экрандағы тапсырманы көрсетілген үлгі бойынша қосудың көмегімен есептеп көріңіздер. 40 пен 2-нің көбейтіндісі, яғни бұл дегеніміз балалар, 40-ты 2 рет қосамыз. 40-қа 40-ты қоссақ 80-ге тең. Келесі, 9 бен 3-тің көбейтіндісі балалар, 9-ды 3 рет қосамыз. 27-ге тең. 100 бен 3-тің көбейтіндісі, 100-ді 3 рет қосамыз балалар. Дұрыс. 300-ге тең. 7 литр мен 4-тің көбейтіндісі, 7 литрді 3 рет қосамыз балалар. Дұрыс айтасыңдар. 28-ге тең. Ары қарай балалар, өздеріңіз шапшаң, тез есептеңіздер. Сіздерде де осылай шықты деп ойлаймын. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Қосуды бірдей қосылғыштардың саны мен көбейту амалымен алмастыруға болатынын білдік балалар. Енді мына тапсырманы өзіміз дәптерімізге орындайық. Қосуды мүмкін болатын жерде көбейтумен алмастыр. 4-ті балалар 4 рет қосқан. Бірдей қосылғыш 4-тер, я балалар. Олай болса, кәне көбейтумен алмастырып көрейікші. Яғни 4 пен 4-тің көбейтіндісі нешеге тең? Тамаша балалар, 16-ға тең. Қалғанын балалар, өздеріңіз тездетіп есептеңіздер. Сіздерде де дәл осылай шықты деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақта нені білдік, нені түсіндік? Көбейту дегеніміз 2 есе арттыру екен. Я балалар. Олай болса балалар, бүгінгі сабақ сендерге қызықты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.